Мен дәл қазір өзгеріске қадам 2 сабағынан шықтым, сақтап қойдым. Көріп алыңыздар, көрмегендеріңіз. Қалайсыздар? Неше адамға толғанда бастаймыз? Сіздер айтыңыздар. Кішкене күтейік, неше адамға толғанда бастаймыз? Жаңа тегін онлайн сабаққа қатысқандарыңыз бар ма? Ұнады ма? Пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Несімен ұнады? Тіпті іштеріңізде смелаяларыңыз болса, мен айтайыншы, мен эфирге шығып айтайыншы, әсеріммен бөлсейінші десеңіздер, мархабат. Кім бөлседі? Кім бөлседі? Құралай молодец, молодец дейді. 300-ге толғанда бастаймыз дейді, 200-ге толғанда бастаймыз дейді. Кім шығады? 7 минуттан кейін бастайық дейді. Даусыңыз әдемі. Рахмет қыздар. Бейнем қалай көрініп тұр, даусым қалай естіліп тұр. Сабақ әсерлі болды. Красавица дейді. Рахмет, рахмет қыздар. Давайте, кім бөлседі әсермен? Ұнады, керемет. Мен деп жазыңыздар, мен қосайын. Нұргүл қалайсың? Бар. Өте тамаша болды. Ұнады, күшті болды. Назира, рахмет. Давайте, қыздар, бөлсіңіздер, вот именно қандай сәтте санаңызда лампочка жанды. Вот, ой, бәсе мұнан биту керек. Мен баяғыдан бері неге сөйтпей жүргенмін деген ой келеді ғой. Мен білем, сондай ой келеді, өзіме келген кезінде. Мен шығарды, мен деп жазыңыздар. Қарашадан бері сабақтарыңызды қалдырмай келемін. Бейнеңізде даусыңызды оригинальный қойды. Оригинал демекші қыздар, мен не салғам, видео салғам, көрдіңіздер ма өзі? Отзыв жаздыңыздар ма? Бүгінгі сабақтың отзывын менің отбасымен түскен жаңа жылдық фотосессиямның алғашқы суретінің астындағы постқа жазыңыздар, сол жерден оқимын. Бар, күшті, ұнады, өзгеріп күшті қадам алудамыз дейді. Сабақтарыңыздың бәрі күшті дейді. Қанаттанам, шабыттанам жаны. Анадан күнде 100 рет кешірім сұрауды болып жатырмын дейді. Ой келгенде сразу жасау керек екенін түсіндім. Айгүл болсаңыздар, бағанағы Майгүл мен Айгүлдің ішіндегі Айгүл болыңыздар. Қыздар, кім шығады? Пожалуйста, шығыңыздаршы. Баған айттым ғой, Айгүл болыңдар деп. О, міне. Бәрің Майгүл болып тұрсыңдар ғой, Айгүл біреу ғана екен. Фая, 1973 дейді. Айгүл мен Майгүлді күшті түсіндірдіңіз дейді. Вот бәріңіз отырсыздар ғой, Майгүл болып. Айгүл біреу ғана, мен шығам деді. Фая, сізді қосып жатырмын, қабылдаңыз. Әсеріңізбен бөлісіңіз. Анау жоқ, мынау жоқ, ол жаман, сен жаман дей бергеннен менде лампочка фук кетті ғой дейді. Фук кетті ма? Енді өшірмеңіз лампочканы, жарай ма? Ана без сознания, зона комфортдан шыққысы келмей, фуй, құралай айта береді деп, фук деңіз лампочкаңызды өшіруге тырысады, өшірмеңіз, өшірткізбеңіз. Мен дейді. Фая, қосыла алмай жатсыз ба? Екі бала сөзінен айнымай қалған дейді. Майгүл, просто мысал қылып айттым ғой, жаным, сен емессің ғой, ол басқа Майгүл. Шығайыншы дейді Нұрманова. Нұрманова, давайте, мен шығам дейді. О, Индирка шығам дейді. Нұрманованы қосайын деп жатырмын, содан кейін Индирка сені қосам. Сабақ бітті ма дейді, бітті қалды. Ау, Нұрманова, кім екен бұл кісінің аты? Саламатсыз. Қайырлы түн. Атыңыз кім? Менің есімім Гүлмира. Гүлмира ханым, қай қаладансыз? Мен Арыс қаласынанмын. Қашаннан бері тыңдайсыз мені? Қашаннан бері тыңдайсыз? Мен сізді буквально 2 ай бұрын медитация іздеп, сізге случайно YouTube-тан тауып алдым да.
Аха. Содан ғашық болып қалдым ғой. Жүрегіңізді Медитация іздеп жүргем. Аха. Аха. Сонымен іздеп қарасам, сонымен сіздің страничкаңызға жазылып, қосылып, бірнеше сабақтарға қатыстым. Аха. Үш сабаққа қатыстым иә. Қандай нәтиже бар? Лампочкалар жанып жатыр ғой енді. Мына жерде мына қалай көрсететінін білмеймін енді. Аха. Мына жерде қазір жазып алдым да, қараңыз. Жаңағы второстепенная выгода туралы өзіме түртіп алдым. Я блоктар көп екен, соларды шешу керек екен. Жаңа орысша мақал бар ғой, век живи, век учись деп. Жасым 55-те енді учусь. Учусь в жизни. Потом мен сізден күлімдеуді үйреніп алғам, но пока не получается. Стараюсь күлімдеуге. Күліп тұрсыз ғой. Әдемі күліп тұрсыз. Продолжайте в том же духе. Бірі, екісі, үші күні болатын магия онлайн сабағына тіркелесіз ба? Бүгінгі сабақтан кейін. Тіркелем деген ой бар ма сізде? Бар, мен прям сол кезде де сразу лампочкам жанды, опа, мына сабаққа қатысу керек деп. Но постараюсь, обязательно қатысам деп ойлаймын. Күшті, өте қолжетімді ғой. Жаңа жылға сыйлық сыйлаған кезде воспользуйтесь. Керемет. Ал басқа, бүгінгі сабақтан басқа тағы да қандай нәрседен сізде подтверждение болды, нәтиже болды? Қалай айтсам екен енді. Ойымды қазір жинақтай алмай отырмын. Случайно кіріп кеттім мен сізге қазір ше, мынау. Бүкіл Қазақстан сізді қарап отыр, давайте күштілеп айтыңыз. Жүректен шығарып, жүректен жеткізіп айтыңыз. Я сіздің мына техникаңыз действительно керемет, жаңағы табыс тілейді. Қалай айтады? Мен дұрыс айтпай отырған сияқтымын. Дәулет ханым техникасын күніге міндетті түрде жасаймын. Эмоцияны көтеру үшін әсер етіп жатыр. Я прям өзім прям көңіл күйің түсіп кеткен кезде жоқ. Сосын зато жаңағы 80-20 закон Паретто дегенді бір оқығаным бар еді. Мен 20%-ға қосылу керекпін деген цель қойып алдым да өзіме. Мен 20%-ға қосыламын, мен соған қадам жасап келе жатырмын. Если у меня не то, если у меня финансовые минусы, зато я многодетная. Деген сияқты өзіме плюстар іздеймін ғой, минустарымнан. Соларды үйреніп жатырмын. Сондай подтверждениялар бар менде. Сізден эфирде жолыққаныма қуаныштымын. Рахмет сізге. Енді мен қыздарым студент, Алматыда оқиды. Сол қыздарыма барған кезде міндетті түрде сізге неге барам деп план өзіме мақсат қойып қойдым. Алла қаласа. Проработка. Дұрыс айтып тұрмын ба? Проработка. Расстановка. Сәттілік тілеймін, жаңа жылмен құттықтаймын бүткіл тыңдаушыларды. Қазақтың қыздары, яғни біздің көзімізді, өмірге деген көзқарасымызды, біз вообще заблокированный адамдар екенбіз ғой. Бір жұмысың болса ештеңе қылмайды, өкімет өлтірмейді деген сияқты. Енді біздің көзқарасымыз өзгеру керек екен. Біз байқуатты өмір сүруге лайықтымыз деген. Баладан, енеден бір нәрсені күтіп, өміріміз өтіп кеткен білмей қаламыз. Сізге алғысым шексіз. Мына сіз сияқты, мен сізді дүниеге әкелген анаңыздан айналып жатырмын. Сіз қаншама қазақтың, 18 миллион қазақтың, енді қанша пайызы қыздар, әйелдер екен білмеймін. Сол әйелдердің көзін ашып жатырсыз. Аллам нұр жаусын. Рахмет. Әлде де алда подтверждениялар болады, бірге жұмыс жасаймыз. Өзгеріске қадамдар жасаймыз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Никогда не унывайте. 55-те болсаңыз, 60-та болсаңыз да өзгеруге қадам жасаңыздар деп тілегім келеді. Мен барлық оқырманды, өзімнің оқырмандарымды өзім жеткен шыңға жеткізу менің арманым. Өзім жеттім ғой, соған енді сіздерді жеткізу. Ол өте оңай. Керемет. Керемет. Мен сізден күлуді үйрендім деп, осымен тоқтатайын, прямой эфирді. Сау болыңыздар. Сен маған күлуді үйреттің, дей ма? Көрдіңдер ма қыздар, сен маған күлуді үйреттің дейді. Керемет қой, керемет. Ал тағы кім шығады? Тағы бір қызды қосайық. Комментті өшіру керек, қатық балды дейді. Қазір өшірейін. Бір тауып алайын бірінші кімді қосатынымды. Ярады. Мен шығам дегендер қайда? Жаңағы кетіп қалды ғой жоғары қарай.
Супер, супер, пупер. Қатып қалды. Привет дейді. Мен тіркелем бұйырса дейді. Кеш жарық достар дейді. Қайда мен шығам дегендер қайда? Таппай қалдым ғой. Сен көп жазып еді ғой. Эфир сақтала ма? Сақтап қойдым. Жақсы түсіндіресіз дейді. Мен шығайыншы дейді. Үміт дейді. Таппай қалдым ғой. Жаңа мен шығам деген қыздар өте көп еді. Табылмай қалды ғой. О, Үміт, сәлем. Қалай, кетіп ба? Қай қаладансың жаным? Мен Тараз қаласынан боламын. Тараз, керемет. Жаңа жылмен. Я рахмет сізге жаңа жылмен. Мен жаңа сізді қосам эфирге дегенше сразу киініп алдым да сразу шашымды буып қуанып кеткен ғой. Айгүл болам дедің бе? Иә, сол жаңағы айгүл деген барлығын тыңдадым. Өте керемет, прям қуанып тыңдадым да, жүрегіме күшті бір көңіл сыйладыңыз. Рахметке, Алла разы болсын. Жалпы сізді негізі мен нечайно көріп қалдым да Инстаграмнан. Негізі мен психологтардың барлығын білемін, именно сізді білмейді екенмін. Бірақ мен көп психолог жаңағы жазылмағам да, сізбен тек қана Айна Тұрсынбаева ханым екеумізге ғана жазылғанмын да. Көптен отписка енді парақшаларыңыз ұнады, көптеген стористеріңіз, айтып отырған кеңестеріңіз барлығы ұнады да. Действительно адам ойын өзгертсе, өмірі действительно өзгереді. Себебі мен де осы 2 жыл бұрын ақша жоқ болып, солай болып жүрген едім. Міне ойымды өзгертіп, Құдайға шүкір, әйтеуір әр сабақтарға қатысып жүріп, ойым өзгерді. Міне сізді енді осы көргеніме 1 аптадай болды. Алла қаласа, осы 1 қаңтар күні сабағыңызға қатысамын. Себебі түсіндіру жағыңыз барлық қарапайым тілде өте ұнады. Сол да қуанып сізге айтқым келіп шымен сыймай сізге эфирге шықсам деп. Жаңағы сабақтан негізгі өзіңе инсайт алған қай нәрсе болды? Қайсысы? Лампочка жаңағы мен жаңағы Айгүлді өзімді көрген болды. Себебі мен Аллаға шүкір алдыма мақсат қоямын да, мен соған жетемін. Өйткені мен андай айтқаннан қайтпайтын кішкене мінезім бар да, мен мысалы жолдасым болмайды ол десе, жоқ, мен оны жасайын деймін, міндетті түрде соған жетемін. Бұрыннан сондай едім. Анам да жаңағы айтады ғой, жоқ, мама, сіз өйтіп айтпаңыз, мен міндетті түрде жетемін деп. Себебі элементарно оқуға түсетін кезде де сәл ақшаның жоқтығы, оқымай ақ қой десе, жоқ, мама, мен оқимын, ассистент болсам да, жаңағы пол жусам да жасты айтпақшы, бір жерін жуып. Әйтеуір Аллаға шүкір, сондай алға қойған осындай естілмей қалып жатыр ғой дейме. Наушнигімді алса. Осы алға қойған осы мақсатым, алғырттығымның нәтижесінде осы мақсаттарыма жетіп жатырмын. Алла қаласа осы сеніңіздер ой бұл ешқандай не емес, жаңағы қалай жаңағы секта ондай емес, действительно армандар орындалады. Осы сабаққа қатысайық 1 январь күні. Өте керемет сабақ болатынына сенімдімін. Бағасы да қолжетімді екен, 1900 теңге деген ше. 1 миллион одан да көп деген құнды сабақты Алла қаласа 1 январь күні тыңдайтын боламыз. Асыға күтемін сабағыңызды. Рахмет сізге. Жаңа жыл, жаңа табыс, белес әкеле берсін, отбасыңызға аманшылық тілеймін. Деніңізге саулық. Барлық осы оқып отырған оқырмандарыңыздың армандары орындала берсін. Көріп отырған оқырмандар армандарыңыз орындала берсін. Әйтеуір әуелі Алла, екінші осы кісі бізге келіп тұр ғой, себеп болып, тыңдап, техникаларын орындап, мақсаттарымызға жете берейік. Рахмет сізге қосқаныңызға, прям қатты қуанып кеттім. Сабақтың ұнағаны прям көзің жарқырап тұр ғой. Адамның жүрегін қартайтпау керек адам. Жүрегі қартаймаған кезде көз жанып тұрады, жарқырап жанып тұрады. Ал жүректегі от сөндірмеу керек. Айгүл болу керек сол үшін жүректегі от сөндірмес. Допаминді көтеру керек. Жүректегі от сөнбеген кезде адамның көзінің нұры болады, бетінің әрі болады. Менен сұрайды ғой едім бәрі, неге бетіңіз әдемі, 3 немеренің әжесісіз, 47-десіз, қалай бетіңізді күтесіз деп, прям тек басымды қатырып салоннан шықпай жүргенімді көрмейсіздер ғой. Просто мен жүрегімдегі отты сөндірмегенді. Кішкентай кезімнен Айгүлмін да. Рахмет жаным. Рахмет танысқаныңа бізде қуаныштымыз. Жаңа жылыңмен. Рахмет жаңа жылыңмен. Жақсы сау болыңыз. Жақсы жаным. Қыздар дауыс қалай естіліп тұр?
бейнем қалар. Бұрыннан сүйіп тыңдаймын. Даусым жақсы шығып тұр ма? Жанар шықса дейді. Қайсышы? Мен бір нәрсе айтып кетейінші, қыздар, жаңа кім айтты ғой? Осының алдындағы ханым айтты ғой. Өзімді дамытып жатырмын деп. Еш нәрсеге қарамаймын. Мамамдардың жоқ, уақыт жоқ, ақша жоқ дегенде қарамай дамытамын деп. Білесіздер ме, мен психологтың оқуын процентке ақша алып жүріп оқығам. Қалтамда бір тиыным жоқ, таксиге төлейтін ақшам жоқ. Таксистерге айтатым ғой, Алла үшін, прямо Алланың ризалығы үшін мен Алматыға дейін қарызға апарыңдаршы. Алматыдан қайтып келе жатқанда да сізбен келем деп айтатым. Ақшам жоқ. Қарызға келіңіздер, мен сіздерге обязательно тауып берем деп, прям нені продуктын қарызға аламыз ғой. Дәл солай таксимен Алматыға қарызға келіп, қарызға кетіп, процентке ақша алып жүріп психологияны оқығам. Соның арқасында мен сіздердің алдарыңызда психолог Құралай ханым болып отырмын, Құралай Сатықызы болып отырмын. Бүкіл Қазақстанға әйгілі азаматша болып отырмын. Осының барлығы бағанағы әйгілі болудың арқасы ғой. Алла разы болсын дейді. Жаңа мен шығайыншы деп жатқан қыздар тағы да қосайық. Күшті, иә, маған ұнап жатыр. Қыздарына жаңадан қосылып түсінбей жатқандарыңыз Балғабай қызы дейді. Жаңадан қосылып түсінбей жатқандарыңыз, мен бүгін өзгеріске қадам 2 деген тегін онлайн сабақ өткіздім. Өзгеріске қадам деген парақшада. Ол жерде өзгеріске қадам. Сәлем. Сәлем, Қызылорда қаласы Шиелі ауданынан. Шиелі ауданынан. Мен қосқаныңызға рахмет, иә. Майдан Ләйла. Ләйла. Мені қашаннан тыңдайсың? Мен сізді осы жақында жаздан бері тыңдадым да. Сонымен өзіме күшті от сабақ алып тұрмын да. Бұрын мен анандай, иә, бүгін сіз айтқандай тура 2 қыз бізді үйде ше анамда. Мен сіңілім анандай оптимисткі да, мен пессимист осындай құрсыншы деп сөйтіп не басылатынмын. Сонымен енді өзгеруге қадам жасап жатырмын да. Мен бүгіннен бастап өзгерем, жақсы болам, алға ұмтылам деп. Мен өзім мамамда бұрыннан медик да, сол айтады да маған, сен мықтысың, сен бәрін жеңіп шығасың деп. Маған мен денсаулығым болмаған 10 жылдай болды да. Сол кезде айтты, сен ауруды жеңіп шығасың Ләйла деді да. Мен саған сенем деді. Молодец. Мен сол армандарыңның бәріне жетесің обязательно. Мен де саған сенемін. Құдай қаласа айтқаныңыз келсін. Алла қаласа. Алтыныңызға тай, атыңызға тай. Сабақтан прям инсайт алған жерің бар екен ғой сонда, иә? Майгүл болам ба дедің бе? Иә, бұрын сіңілім осындай мынандай подаркілер жасап, жаңа жылға солай жасап жатыр да, сол көмектесіп жатында бұрын құрсыншы, осылай істесін, істемесе құрсын деп жата беретінмін. Одан түске дейін ұйықтап қалып жататындығым ғой. Десем, азында ерте тұр, таңертең осылай жүгір, жуып қой, тазалап қой, ыдыс-аяқ тап-таза қылып қой дейді да. Сол күніне қазір 2 мәрте пол жуып қоятын болдым ғой. Өзім тұрмысқа шыққым келіп жүр. Алладан тілеп жүрмін, күнде тұрмысқа шығып кетсем ғой, биылдан қалмай деп. Қыздар бәріміз бірігіп тілейік. Ләйлаға аман есен өзінің өмірлік жарын тапсын деп тілейік, әумин деп. Денсаулығым жақсарса. Жақсарады. Денсаулығым жақсы деп айту. Иә, жаңа табыса келсін. Сіз сияқты мықты психолог болуды алдыма мақсат қойдым. Құдай қаласа, боламын. Бола ғой жаным, бола ғой. Психологтар ауадай қажет Қазақстанға әсіресе. Рахмет жаным. Жаңа жылыңмен бетіңнен сүйдік. Ал қыздар, жаңадан қосылып жатқан қыздар, қазір ғана өзгеріске қадам 2 онлайн сабағы тегін өткізілді. Енді оның продолжениесі небәрі 1990 теңгеге тіркелуіңізге болады. 3 күндік магия деген сабақ. Ол магия болғанда ненің магиясы? Магия. Ненің магиясы? Мақсат қоюдың магиясын үйренеміз. 3 күн бойы тікелей эфирде сабақ өтем. 3 күн бойы неде WhatsApp'та сіздермен отырып техникалармен бөлсем, және мына Дәулетті ханым күнделігін толтырудың
жолдарын үйретемін. Қолдарыңызда бар болса, тіпті жақсы, жоқ болса, тапсырыс берсеңіздер болады, дайындала берсеңіздер болады. Алматы мен Астана қалаларында меломан дүкендерінде бар, ал басқаларыңыз почта арқылы алдырта беріңіздер, көмекшіме хабарласып. Сонымен бірге қыздар, ол 3 күндік онлайн сабаққа тіркелген адамдардың ішінде сыйлықтар ойнатамын. Біріншісі, мынау мегабокс, бір қораптағы көп сыйлық. Өздеріңіз білесіздер, 12 000 теңге тұрады. 12 000 теңгенің орнына дәл қазір тапсырыс беретіндеріңіз 10 000 теңгеден алсаңыздар болады, осы эфирде отырғандар. Мынау 12 000 теңгелік бокс сыйлыққа бірінші сыйлық бұл тек қана жаңағы магия онлайн сабағына тіркелгендер үшін. Одан кейін бүгінгі салған не бар ғой? Фотодағы өзімнің мынау жемпірім. Фотодағы жемпір. Қараңыздар. Тек қана фотосессияда кидім, сіздерге сыйламақпын. Бір-ақ рет кидім. Менің бақытым, менің байлығым, менің немерелі әже екендігім сіздерге жұғысты болсын деген мақсатта. Содан кейін екі ұлымның новогодний фотосессиядағы жемпірі. Бір адам ұтады. Неге? Күшті ма? Осылар басқа да көптеген сыйлықтар болады. Тек қана марафонға, онлайн сабаққа қатысушылардың арасында ғана ойнатамыз. Небәрі 1990 теңгеге жеңімпаз атануыңызға болады. Қалам қай жерде бар? Күнделікті алған қыздарға қалам тегін беріледі. Қыздар, мынау күнделікке тапсырыс берсеңіздер, дәл қазір тапсырыс берсеңіздер, Дәулетті ханым қаламын, ақша магниті қаламы 4 түрі бар. Сыйлық қалуларыңызға болады. Мынаған тапсырыс берген адамдар мұнан сыйлық қалады. Тек қана бүгін 4 000 теңгеден бір-ақ күндік акция жасайын. Тек қана бүгін 4 000 теңгеден тапсырыс беріп алуларыңызға болады жаңа жылға сыйлыққа. Сабақтың тақырыбы не? Сабақтың тақырыбын барлығын бүге шегесіне дейін түсіндірдім. Өзгеріске қадам 2 сабағын тыңдаңыздаршы. Жалпы арман мен мақсат. Мақсаттарымызды біз жазамыз, орындалмайды. Неге? Бізде второстепенная выгода деген болады. Бессознательно второстепенная выгода. Сомен жұмыс жасаймыз, убеждениелермен жұмыс жасаймыз. Содан кейін 3 күн бойы табысты ханым болудың техникаларын үйренеміз. Супер новый техникалар болады. Одан кейін медитациялар. Менің авторлық бренд медитацияларым, өзімнің жеке бренд медитацияларымды сіздерге 3 күн бойы новыйын беретін болам. Қараңыздар, медитация, күнделікті түсіндіру қалай толтыру керек екен. Бірге толтырамыз чатта отырып. Одан кейін сабақтан кейін техникалар, барлығы небәрі 1990 теңге. Тіркеліңіздер, сыйлықтардың жеңімпазы болыңыздар. Көйлегіңіз әдемі дейді. Табыс леди қаламын алдым дейді. Ал енді қыздар, свитерді ұтып алсам, күйеуіме подарить етем. Конечно, күйеулеріңіз үшін ғой ол. Күйеулеріңіз үшін. Менікін өздеріңіз киесіздер. Менің көмекшімнің номерін жазып қояйын, қыздар. 8778 934 9008. Әбден тақалған кезде мені тірке демей, ертерек бүгіннен бастап тіркеліп қойыңыздар. Тақалғанда ажиотаж болады да қалып қоясыздар. Әне күнгі сабақтан біраз адам қалып қойды ғой, тіркеле алмай. Күнделіктің бағасы 5 000, тек қана бүгін 4 000-нан. Ручка сыйлыққа. Жеңімпаз болу үшін не істеу керек дейді? Жеңімпаз болу үшін Айгүл Ахметова. Жеңімпаз болу үшін 1990 теңгеге 3 күндік сабаққа тіркелу керек. 1-ші, 2-ші, 3-ші қаңтар күндері болатын. Кешкі сағат 10-да эфирде және WhatsApp-та бірге отырамыз 3 күн бойы. Пастасы таусылды. Мына кейінгі жіберіп атқан қаламдарға біз запаска пастаны беріп жатырмын бірге. Любой пастаны салып алсаңыздар болады ғой.
Астанада күнделік бар. Көмекшіңізге рахмет, бәрін ескертіп тұрады дейді. Эфир басталды деп. Ал қыздареке, мен жаңа медитация обещать еткем. Бір керемет медитацияны сіздерге жасатқым келіп отыр. Қалайсыздар ма? Жанар шықса дейді. Қайсы жанар? Күнделікті алыңыздар, супер дейді. Күнделік қалам өте тамаша. Вот қыздар өздері де отзывтарын жазып жатыр. Керемет нәрсе. Жаңа жылды менімен бірге бастаңыздар. Армандар орындалады, мақсатың айқын болса. Одан да керемет тез орындалады. Бастағы убеждение мен второстепенный выгоданы алып тастаса, эмоцияны көтерсе, ресурстарды көтерсе, нақтылық пайда болса, сонымен бірге біз мақсат жазған кезде өзіміздің бейсанамызға договор отырамыз да, сол договорды дұрыстап анализ жасап, трансформация жасап, керемет қылып қойған кезде арман мақсаттарыңыз орындалады. Жаңа жылдағы жаңа армандарыңыз орындалу үшін 1-2-3 күнгі онлайн сабақтан қалмаңыздар. Кешкісін 1 сағат уақыттарыңызды өздеріңізге арнайсыздар. Әлде көру мүмкіндігі бар. Мен қазір ғана шықтым ол эфирден. Өзгеріске қадам парақшасында сақталып тұр. Айтпақшы қыздар, 1990 теңгеге тіркелген адамдарға сыйлықтардан бөлек тағы да сыйлығым бар. Ол сыйлықтар нелер қыздар? Алдындағы өзгеріске қадам 1 сабағы бар ғой, соны сыйлаймын. Көрмей қалғандарыңыз, тіркеле алмай қалғандарыңыз соны тегін көресіздер, ол сыйлыққа көресіздер. Қатсам деп жатыр қыздар. Әрине мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Өте қолжетімді, небәрі 1990 теңге. Қазір медитация жасаймыз. Армандарымызға ұшып барып келіп, рахаттанып ұйықтаймыз. Дайындалайық, құлаққаптарыңызды киіңіздер, тыныш жерге отырыңыздар. Барлық сұрақтар бойынша төменде көрсетілген номерді скрин жасап алыңыздар, сол кісіге хабарласасыздар. Арзу деген красавица мен көмекшім. Отырып жасаймыз медитацияны. Дайын болсақ, комментарийді өшіріп қояйын. Терең дем алып, дем шығарамыз. Аузымызбен дем аламыз, мұрнымызбен дем аламыз, аузымыздан шығарамыз. Бұл медитацияның аты бейсанамен договорға отыру деп аталады. Көзімізді жұмамыз, денемізді тік ұстаймыз. Аяқтарымыздың бұлшық еттерін босатамыз. Ақырын жаймен құрсағымыздың, кеудеміздің бұлшық еттерін босатамыз. Бәрін рет-ретімен иығыңыз, қолыңыз, саусақтарыңыздың бұлшық етін босатыңыз. Бетіңіздің бұлшық етін босатыңыз. Шекеңіздің, көздеріңіздің, ауыздарыңыз, еріндеріңіздің бұлшық етін босатыңыз. Ауыз қуысындағы тіліңізді де еркін ұстаңыз. Терең мұрныңызбен дем алып, аузыңыздан дем шығарыңыз. Өзіңіздің үйіңізде жүргеніңізді елестетіңіз.
ақырын жаймен жолға шығыңыз. Күйеу барларыңыз, күйеулеріңізді ертіп алыңыз. Баласы барларыңыз, балаларыңызды. Жаныңызға ең жақын адамыңызды ертіп алыңыз. Күйеуіңіз жоқ болса, балаңызды ертіп алыңыз, әкеңізді ертіп алыңыз. Бір адамды ертіп алыңыз, жаныңызға ең жақын адамды. Жолдың бойын жағалап, үлкен сауда үйіне келіңіз. Ол сауда үйіне кірген кездегі ішкі ресурстарыңыздың көтерілгенін сезініңіз. Вау, қандай энергетика! Керемет! Қалталы, табысты адамдардың киінетін, қажеттіліктерін алатын жер. Бриллианттар сататын бутикке келіңіз. Өзіңіз қалаған бриллиант көздері бар алқаны таңдап алыңыз. Қандай түрін қалайсыз? Қанша көзі болған, қанша карат болған қалайсыз? Сол қалауыңыздағыны алыңыз, мойныңызға тағыңыз. Бұл әшекейге күйеуіңіздің немесе жаныңыздағы арқа сүйер ер азаматтың төлеп жатқанын қарап тұрыңыз. Егер ертіп келген адам балаңыз болса, оны өзіңіз төлеңіз. Әкеңіз болса, әкеңіз төлегені жақсы. Карточкадағы шотыңызда миллиондар жатқанын елестетіңіз. Оп-оңай, жеп-жеңіл өзіңізге қажет бриллиантты сатып алдыңыз. Енді жаймен келесі бутикке барыңыздар. Бұл жерде керемет белдік сатылады екен, ер азаматтарға арналған. Күміс, қымбат тастар, бриллианты да бар. Өте қымбат. Қайсыдан жасалған? Сол белдікті алып, қасыңыздағы ер азаматтың беліне тағыңыз. Оның да бағасын, құнын оқыған кезде, тыңдаған кезде ешқандай да жүрегіңіз ауырмасын. Санаңызда, картаңыздағы миллиондарды елестетіңіз. Ақшасын төлеп, бренд киімдер сататын бөліміне келіңіз. Ол жерден арманыңыздағы көйлек, жаныңыздағы ер азаматқа киімдер, бәрін арманыңыздағыдай алып киіңіз. Туфлиіңіз, сөмкеңіз барлығы бренд киім болатын болсын. Олардың да төлемін төлегеннен кейін рахаттанып, осы жап жаңа дүниелердің энергетикасына мастанып, сыртқа шығыңыз. Дәлізде келе жатқаныңызды, аяғыңызды сәндеп басқаныңызды бәрін елестетіңіз. Сіздің мойныңыздағы алқа Дәулетті ханым алқасы. Жаныңыздағы ер азаматтың, күйеуіңіз, балаңыз, әкеңіз, бауырыңыз болуы мүмкін. Беліндегі белдік Дәулетті мырза белдігі. Дәл осылай
дәулетті өмірлеріңізге қадам басыңыздар. Болашаққа қарай адымдай қуанышпен, мақтанышпен, махаббатпен кетіп бара жатқаныңызды елестетіңіз. Болашағыңызды елестетіңіз. Сіздің болашағыңыз алдыңызда. Сіздің өз өміріңіз, өз тағдырыңыз бар. Сіз оригиналсыз. Сіз қайталанбайтын жансыз. Сіз ерекшесіз. Сізге деген махаббатпен Құралай Калиева. Терең дем алып, дем шығару арқылы жаймен көзімізді ашамыз. Қыздар, қалайсыздар? Медитация ұнады ма? Маған ұнайды. Дәулет ханым медитациясы. Кімге ұнады? Қалай ұнады? Несімен ұнады? Бөлісіңіздерші. Алтынай, конечно, оригиналсың. Қыздар, осы мен медитациям қатты ұнайды сіздерге, е? Часто жасатайын ба медитацияны? Қорададе қалайсыз дейді. 30 желтоқсан жоспарлаймыз ба? Бір жылдығымызды онлайн тойлауға, сосын сіздің прямой эфиріңізге шықсақ, шуласақ дейді. 30 күні ма? Давайте 29-ы. Ертең біз корпоратив жасаймыз. Неде? Турандот ресторанында. Вот как раз сол кезде давайте эфирге шығайық. Арзуға хабарласыңыз. Сіз нағыз оригиналсыз. Классно, күшті дейді. Жандарым, сол сен оригиналсың, құрбым деген видео шығардым ғой, көрдіңдер ма? Күшті ғой дейді, рахат сезімде болдым дейді. Мен оригиналмын. Енді осындай сезіммен рахаттан ұйықтаңыздар. Дәл қазір сіздерде альфа состояние. Альфа состояниеде елестеткен нәрсе бейсанаға қонат. Одан кейін оны орындамай қоймайсыз да. Бейсана сол жетістікке сізді жеткізбей қоймайды. Ең бастысы бейсанаға соны программаға енгізу керек та. Бейсанамен доғыр отыру керек. Мен осындай болам. Пожалуйста, помоги мне деп. Сіз сияқты киініп алғанмын ғой дейді. Керемет, бриллиантпен ұнат дейді. Мен оригиналмын, ал сен оригиналсың. Бір нәрсе табиғи жансың дейді ғой. Саған қолы жете алмай, бәрі қиналсын. Ал сен оригиналсың. Давайте Дәулетхан техникасын жасайық. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі, жандарым. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Барлықтарыңызды люлю. Жандарым, көптен бері эфирге шықпай, қатты сағынып қаптым сендерді. Жаңадан қосылып жатқан қыздар, бізде бірі екісі үші онлайн сабақ магия деп аталатын, арманға жеткізетін, тесікпен доғыр отырғызатын, формулировка жасататын, енді мақсатты керемет қылып жаздыртып үйрететін сабақ. Қалмаңыздар, небәрі 1990 теңгеге керемет сыйлықтардың иесі болуыңыз мүмкін, жеңімпаз атануыңыз мүмкін. Сіз жеңімпаз шығарсыз, мүмкіндікті жібермеңіз. Бұл әлі не все. Өткендегі өткен өзгеріске қадам, орындалған арман сабағы, орындалған арман
3 күндік сабақты тегін берем осы сабаққа қатысқандарға. Тіркелеміз ба қыздар? Опмай, класстастар қайда, оқырмандар қайда, тіркелеміз ба? Прямойлар сақталып тұрсыншы дейді, Алла разы болсын дейді. Сабақтарды өшірмеймін деп айтпаймыңыздар. Өшірем, ертең өшірем, тегін, бүгінгі тегін сабақты көріп үлгеріңіздер. Себебі, неге дейсіздер ма? Өшірмей қойып қойса, Құралайхан өшірмейді, кейін көріп алам дейсіздер де қалып қалады. Еріншектің ертеңі бітпейді дейді. Сіздерді еріншектіктен личтету үшін ертең өшірем, бүгін көріп алыңыздар. Сторисқа салып қойдым. Еріншектіктен личтетілеміз қыздар, бүгін көріңіздер. Ертең кешке жақын уже өшірем. Еріншектіктен лечтетілеміз, марафонға тіркелеміз. Ой, праздниктен кейін жатайыншы деп, ана эфирді көрсеңіздер, майгүл болмаймыз, айгүл боламыз. Күлкіңіз ұнайды вообще дейді. Маған құрдас болып шықтыңыз дейді. Алла қаласа тіркелеміз. Тегіңізге өзіңізге рахмет. Сөзін қайтып бересіз ба дейді. Ау, көреміз дейді. Қыздар, өзгеріске қадам сториста тұр, қай парақшада екен. Сол жерге кіресіздер, бүгінгі сабақты көріңіздер. Өткендегі өзгеріске қадам 2 сабақ тұр сол жерде. Соны көріңіздер. Бәрін судай тегін беріп жатқан кезде пользуйтесь, қыздар, пользуйтесь. Просто қыздар, аузыма түскен 2 атты айта салдым, Майгүлдер ренжімесін, иә? Ол сіз Майгүл емес, басқа Майгүл деп. Сториске салған вебинар болды ғой, қазір ғана болды. Қай жылғысыз дейді. Жасым 18-де, есептеп алыңыздар қай жылғы екенімді. Айгүл болу үшін жаңағы вебинарды көріңіз. Бриллиантты шешпеңіздер, қыздар. Все. Без сознаниеге договорға отырдық. Біз бриллиант таққан табысты ледиміз, дәулетті ханымбыз деп. 5-ші жылғысыз. 25 майда мектеп бітіргем. Айтады ғана, неге? Нұржан Чтука. Не болады ғой? Бір программасында тәуіп ба бір нәрсе болады ғой, сен бала көтер алмай жүрмін деп алдына келген қыз бен жігітке сен 25 майда мектеп бітіріпсің ә десе, қайдан біліп қойды дейді ғой, сол сияқты 25 майда мектеп бітіргем. Қыздар, осы жерде отырған қыздар, давайте, мен бүйтіп сіздерге бүйтіп нетейін, сторис салыңыздаршы, тегін сабаққа қатыс деп. Давайте. Скрин жасап алыңыздар. Не бүйтіп. Скрин жасаймыз. И сабақтан алған әсерлеріңіз, тікелей эфирден алған әсерлеріңізді жазып, Құралай ханымның тегін сабағына қатыс деп мені белгілеп кетіңіздерші. Күшті болады, күшті. Давайте сөйтіңіздер. Сізден бірге келген анаңызға мың алғыс. Қыздар, сіздер мен мына жерде деген күлдіріп ұйқыларыңыз келмей қалмасын. Бриллианттамын, декреттемін, кредитке алсам бола ма? Қалай ойлайсыз? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Қаншалық бұл сізге керек? 38 карат бриллиант тақтым дейді. Сіздің жасыңыз 47 дейді. Мә, қыздар айтып қойғандарың не 18 деймін десе. Ал қыздар, енді ұйықтайық. Енелеріңіздің баласының жанына барыңыздар. Ал қастарыңызда енелеріңіздің баласы жоқтарыңыз өздеріңіздің балапандарыңыздың қасына барыңыздар. Қайтадан жасаңызшы скрин дейін дейді. Ал давайте, қыздар, скрин. Тура міне менің бриллиантым тұр мына жерде. Ал давайте скрин. Сіздерге бриллиант. Настоящий бриллиант сіздерге.
Жасадыңыздар ма? Тегін сабақ бүгін болды. Жоқ қой дейді, бар. Шубамен бірлән тағып шулап жүрмін дейді. Люблю вас, мен де қатысқым келеді дейді. Құрдас екенбіз дейді. Отыра тұрыңызшы дейді. Өзім де кеткім келмей отыр, қыздар. Сіздер отыр десеңіздер, вообще отыра беремін ғой. Неше балаңыз бар дейді. Менің 2 ұлымыз бар, Алланың бергені. 3 немерем бар. 2 келінді бір үйде тәрбиелеп отырмын. Бір үйде отыр ғой 2 келін. Несін айтасыздар, неше түрлі секреттер бар. Кейін өзінің бір уақыты келген кезде «Ене мен келін» деген кітап шығарам. Люлю дейді. Я тоже люлю. Ақпанда 50-ге толам бұйыртса дейді. Керемет, Алла разы болсын, эфир күшті болды. Ал қыздар, қайырлы түн, тыныштығын берсін. Беттеріңізден сүйдім. Мені жақсы көрген жүректеріңізге ризамын. Аллаға ризамын, сіздерге ризамын. Өзіме ризамын. Сізде ене болып жассын дейді. Мен қызық айтып берейін ба, прикол айтып берейін ба, қыздар? Я айтпай қойын ба? Күйеуім айтады ғой мен. Сен оқырмандарым Инстаграм деп, консультация деп жүресің, келіндеріңді тәрбиеле арасында дейді ғой. Мен күлем ғой. О, Серік, мен халатымды киіп алып тәрбиелеші деп қалшыңдаймын. Сөйтсем, ой, осын шығармайтын жоқ. Келіндерге өте жайлымын. Шаруам жоқ. Бүлдіреді, түзейді, жасайды, күйдіреді, жандырады, лақтырып жібереді, қайтадан пісіреді, сөйтіп жүреді. Тұра жылдан таймайық дейді. Күйеуіме сөйтіп айтам, мен халатымды киіп алып ұрса берші депші. Тәрбиелемейсің дейді. Ана болады ғой, кішкентай бөпелер мамасынсыз ұйықтамай қойған кезде халатын жанына жатқызып, қасына тастап қояды, халатын киіп алады ғой, папалары. Сол сияқты мен халатымды киіп алды деген ұрса берші деймін. Ай, менде прикол ене жоқ шығар, Өткенде қай кезде бір тос сөйледі. Әлібектің туған күнінде екен ғой. Кіші келін тос сөйлеп жатыр да. Мен бір таң қалатыным дейді, мама біздің білдірген нәрсемізге ұрыспайды ғой дейді. Подружкаларымның бәрі сұрайды, ұрсама, бізде неміз ұрсады, үйтеді, бүйтеді деп айтса, мен таң қалып тыңдап отырам. Сіз вообще ұрыспайсыз ғой дейді. Менде не болдым дейді. Медитация күлгіл болып кетті уже. Сен тікелей эфирдейсің, тегін сабақ дейсің, ойбай, Астана сабаққа кеттім дейсің, анда кеттім дейсің, мында кеттім, коучинг дейсің. Келіндерің жанында отырсаңшы деп күйеуім сөйтіп айтады. Мен айтамын, мен халатымды киіп алып ұрса берші, тұрса емес жерлерін деп қалжыңдаймын ғой. Сізді қызғанатын шығар дейді, қызғанбайды. Күліп үйренуіміз керек. Қыздар біреудің баласын ұрысқанда, жекігенде, жан шығарғанда не өзгереді? Түкті өзгермейді. Просто жүректермен істесін де. Күліп жүріп жүректермен істесін де. Бірақ мен келіндерім мәңгі бақи 2 балама ғашық болып жүретін сияқты, мәз болып жүреді үйде. Сол позитивный аураны бұзғым келмейді. Бірдеңкені білдіріп қойса да ұрысқым келмейді ғой. Біз жігіттер тыңдап отыр, Дану өтпей қалды деп. Дану Гүлбану өту үшін сіз әйел болып жаратылу керексіз, әйелдер ғана түсінеді менің айтып жатқанымды. Медитацияны эфирді сақтап қойып, сол жерден көріп алыңдар. Пока. Пока-пока.